Азиз телесерджилер, сізмеле телеканалда хаберлер информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда мен Лилевиджа Челышам вешімдікі сатқа бөле малюмат. Кезлев шернын Сакины Наджия Финаева қиын вазиетте булуна ярдым сорап о Девлет Думами Буса Руслан Бальбекке мураджат етті. Нас не прописывали все документы, какие нужно, все заставляют ходить. А вы знаете, что с таким тяжелым больным ребенком ходить очень тяжело. Федераль мақсади программа насыл амелге кечеріле насыл объектлер құрула. Файдалы лейхалар миле телеканалы өз білгілеріні сынамақ ве артырмақ мақсады еле біз білеміз программасыны тақдим ете. Бүгін барының бірінші күні болғақ халқы Баба Марта деген байрамыны қайт етіле. Кезлев шерінің Наджия Финаева қиын вазиетке ұғырады. Оның оғлу хасталық себебінден төшекке бағлы өз өзіні бежіріп оламай. Қадын күчік одачықта өмір кечіре, анда бір шарайт жоқ. Әнді эпосейерлерге мұраджат еткен сон қадын Ақмеждетте келіп, Девлет Думами Буса Руслан Бальбекке гражданларының қабылуына келді. Қадынға насыл ярдым көстірілежек ве башқа инсанлар насыл меселерінен мұраджат етілер. Бұл сөйлерге жауапны мұхбиріміз София Шукурова біле. Кезлев шерінің Сакины Наджия Финаева 19 yaşındaki хаста баланың анасы. Оның Мустафа оғлы хроник сынырларының хасталығы, яғни эпилепсияның оғраша. Бала юрмей, қадын өз күчуелі баласыны көтеріп ювындырмаға мечбур. Айле енді 10 жылдан берлі ятақханеде кираға алынған бір одачықта өмір кечіре. Одының мейданы 8 квадрат метріні тешкілеті. Наджия Финаеваның сөзлеріне көре ятақхане шарайтсыз. Хаста баланен бірабер анда яшамақ пек қиын. Наджия ханым өзюде онкология бойынша амелиат кечірді. Энді МОМД баласы палы илячларны ичмек кереклер. Сколько лет уже живу бездомные. Вот, там нас не прописывали все документы, какие нужно, все заставляют ходить. А вы знаете, что с таким тяжелым больным ребенком ходить очень тяжело. Ему постоянно нужны медикаменты, эти памперсы. Он постоянно нуждающий. Импортные лекарства, они очень дорогие. Его пенсии и моя пенсия, маленькая пенсия. Бұл меселені Руслан Бальбек шахси незаретіне алды ве елеге ярдым көстермеге ваде етті. Бұндан ғайры тижари санай саада чалышқан векіллерде Қырымның фермачи бірлешмесі мұраджатнен бұлынды. Оларны қой қожалық сасында күчік ве орта бизнесні инкишаф етмек меселесі мерақландыра. Фермачи бірлешмесінің рейсі Андрей Сусланның сөзлеріне көре, Қырымда бүтін топрақлардан бір қысмы ішлетілмей. Чегерлерден өсіп кете. Бұна бақмадан бұл топрақлар үстінде инсанлар чалышмаға истейлер, ама бір себеп иле бұл топрақлар берілмей. Предлагаем, чтобы вся земля, которая сегодня находится в распоряжении МИЗО, передалась в районные советы, в райгосадминистрации для того, чтобы упростить эту систему выделения. Потому что человек годами ходит, тем самым, который государство выделяет деньги, они пойдут впустую. Чтобы этого не было, нам необходимо, чтобы землей распоряжались районы. Чтобы это было упрощение, ну пусть в несколько месяцев, чтобы это быстро было. И тем самым мы оставим молодых людей в селе, село будет развиваться, в селе будут выращиваться продукты, которые нам необходимы как крымчанам, так и гостям нашего Крыма. Девлет Думами Бусы Руслан Бальбек бұл суальны дихатсыз қалдырмады. Хайдетмек керекке Украина вақытларында Қырымда бин ферма қожалығы бар еді. Шындайсе оларының сайысы 2,5 бинге артты. Бұл вазиет Девлет программалар ярдымы еледі ейлешті. В рамках рабочей группы будет принято решение, чтобы для фермеров упростить порядок получения этой земли для своих фермерских хозяйств. Помимо этого было принято решение, что один из руководителей Союза фермеров будет моим помощником, и на базе уже моей площадки, как помощника депутата, будем рассматривать все эти инициативы и продвигать все решения, которые направлены на то, чтобы фермерские хозяйства в Крыму развивались, чтобы увеличилось количество, не только за счет реализации целевых программ, но и за счет взаимодействия на региональном республиканском уровне. Бүгін Девлет Думами Бусы өз меселелерінен пайлашмақ үшін 20 граждан келді. Чоқысы суаллер шахси мүлкні ресмелештірмек, гражданлықны әлде етмек, іштемайы ве топрақ меселелері олды. Хатырлатамыз гражданларының қабыл етілуі Эрай мебусының региональ авточерчевесінде олып кетче. София Шукурова, Алишер Алимов, Миллет үшін.
Бүгін Ялтада открытый Крым серлевалы дортунжи туристик форумы өз ишыны башлады. Тешкілетчілар Қырым Жұмхуретінің курор ве туризм назырлығы. Форумның ачылымында Қырым бойынша ең яқшы туристик маршрутлар ярышының ғалиплері белгіледілер. Бұнен берабер форум чарчевесінде открытый Крым 2017 адлы сергі тақдим етілді. Мерасым мартның учуне қадар девам етіп, туристик сада ең бұйық тәдбір олажақ. Мұнда туристик сада чалышқан бинден зияде векелер, иш адамлары ве құтлеви информацион васталары іштірак етмектелер. Біздің телевизион тақымымыз да анда чалышып, кележек шықшыларымызда тәфсилатлы мәліматны тақдим етмеге азырлана. Қырым Жұмхуреті ве федераль эмиет ташыған Ақяр шәрі федераль мақсади программанын амелге кечірілуі үшін 61 миллиард рублей айрылды. Бұл ақта матбуат конференциясы черчевесінде Русия Федерациясы иқтисади инкишаф назырының муавины Сергей Назаров білдірді. О қайт еткеніне көре Қырым татар халқы топлу яшаған қошкелді Борчуқрақ ве молодежна қасабаларында құруджилық объектлерде музбет динамика көрілмекте. Мевзуны мұхбиріміз Сабрия Халиляева девам етежек. 2017 сене Қырым ве Ақяр шерлері үшін федераль мақсади программаның амелге кечірілуіне 64,5 миллиард рублей айрылды. Сергей Назаров әменліктен айтты ки субъектлер қойылған вазифелеріні бежіріп, айрылған параны доғры масраф етіп олырлар. Назаров Ханлар сарайында ве Керит шерінде ерлешкен метредат мердивенінде бірінші невбетте кечірілген ішлерге айрыжы диқат айырды. Бұндан ғайры Охмеджи шерінде Борчуқрақ молодежный ве Хошкелді қасабаларында бала бақшалар құрылатқан ерлеріні зейредеді. О Девлет комитеті ве құрыжылар береберлік кечерген ие ішке қимет кесті. Из всех, наверное, начатых объектов. Бу объектлерге 10 миллиард рублейден зияде пара айрылды. Бедерілген ішіні бегендім. Анда қиын қаялы топрақ ерлер. Құружилар яқшы чалышалар. Бу объект Девлет комитетінің незаретінде болынмақта. Кечерілген ішлер оз невбетінен кете. Пайтақтымыздың сакинлері яны оқуф юртларының açılmasını sabırsızlıkla bekleyler. Kırım Tatarlar toplu yaşagan kasabalar çok yıllar evvelsi peyda oldular. Ama vatandaşlarımız tek sonki vakitları öz kasabalarının abadanlaştıruvunda büyük ilerlef gözeteler. Я к этому отношусь. Менде уч балам бар, бу бала бақша құрылса бізге оңайтлы олыр. Яқын. Мен пек қуванам Қырым татар бала бақшасы олсын, балалар вақытны бірлікте кечірер. Пек яқшы, балаларымыз, торунларымыз анда барар. Я очень рада, что Пек яқшы бу оқув юрты açılsa. Бу ақта тәшкілетчіларға ве акимиетімізге бұйық тәшекүрлер білдірмеге істейім. Bundan gayrı Sergey Nazarov haber etti ki umumen 2017 sene devamında subjektlerde tahminen 170 obyekt açılığı planlaştırıla. 2020 senegece Qırım Cumhuriyet ve Ақяр şehrinin içtimai iqtisadi inkişafına serlevalı federal maqsadi programma 2014 senenin avgustun 11'inde Rusya Federatsiya Hükümetinin emiri ile tasdiqlandı. Onun terkibine Qırım Cumhuriyeti ve Ақяр şehri boyunca 600'den ziyade obyekt ve tedbir көрсетілді. Olarga en ziyade 760 milyard rubley ayrılacak. Sabriya Khalilayeva, Sultaniye Medjid, Akim Bekirov, İbrahim Ganiyev millet için. Бүгінгі күнден Украинада электроэнергия тарифлері орта дәрежеде 25%-ға көтеріле. 2015 сененің апрель айына бақанда тариф әнді үчерім кереге артажақ. Электроэнергия базарында регулюштыру бойынша Милли Девлет комиссия 2015 сене февральның сонында электроэнергия тарифлері бір қач этап шекілінде көтерілуі ақта қарар алды. Украинада январның сонында радикаллар Киев Донбассының назарет етілмеген районларынан тежеретіні блок еттілер. Тамым анда Украин электрик станциялар көмір ала еделер. Бұл әрекетлерінің нәтижесінде Украина хакимияты энергетикада февкуляде вазиет көрсетті ве ышық график бойынша сөндіріле біле. Bundan gayrı martның бірінден өзлеріні илян еткен Донецк ве Луганск халық жұмхуриятымызның территорияларында әрбір Украин мөссесінде олар ДНР ве ЛНРде қайт етілмеген олса, тышқы идаре етілу көрсетіле. Боле қарарының Донбасс қамачавына жевап оларақ жұмхурият елбасшылары қабыл етілер. Евел олар егер мартның біріне қадар қамачав лягу етілмесе, Украина адлиесасының эпысы мөссеселерінде тышқа идаре етілу көрсетілежек деп хабер еткен еділер. Якын вақытта Сочи, Ялта, Ақяр, Истанбул, Сочи маршруты бойынша круиз бақ чалышы башлайжақ. Бұл ақта Ақяр губернаторы вазифесіні эда еткен Дмитрий Овсянников білдірді. Оның сөзлеріне көре, Росморпорт әнді круиз геміні тақдим етті, омайсының бірінде елға чықажақ. Елжылар ақымының көлемі геміге сыған инсанлар сайысына көре білгіленіжек.
Қырымда айле чифтлер арасында евлелік анлашмамаларының сайысы арты башлады. Бұл ақтақ межетте матбуат конференциясының черчевесінде белі олды. Бөле қызметінің ең чоқ евлі чифтлер құланалар бұл нотариал әрекетлі қысқа заман ішінде қырымлыларының мерағыны желпетті. Анлашмадан насыл моделер ең чоқ расткеле чифтлер неге диқат айралар ве ислам діні бойынша бұл қызмет насыл тариф етілгені ақта бізім ұқберіміз Айша Шулакова анлатажақ. Кешкен сенесі Қырымда 14 бенге якын евленмелер қайдетілді. ЗАГС департаментінің малюматларына көре бұл екибин 15 сенеге баққанда 4 бенден азча. Умумен бірінші евлеліклер ақында сөз юрсетілі. Бақчысарай район нотариаль округының нотариусы Анна Зубарева қайдетті ке, евлелік анлашмасы ярымадамызда популяр олмағанына бақмадан ел-елдан оларының сайысы артмақта. Бұндан ғайры статистикаға баққанда анлашмаларны евле чифтлер тезелер. Как правило, очень мало у молодежи. Евленмек істеген яшларының чоқысы өз шақси мүлкиетіне әлде етмейлер. Ләкин бүгін чоқысы ана бабалар земаневи сайыла. Олар худалар ара янашалар. Базы яш хоранталар ана бабаларының ярдымы еле яшайлар. Конференция черчевесінде белі олды ке Қырымда пек чоқ яш чифтлер нотариусларға евлелік анлашмасы бойынша консультацияға келіп өз суаллері или мұрачатта бұлыналар. Это все-таки ограждает супруг. Бұл анлашма өмір арқадашларына айырылғанда махкемеде мүлк даварлардан кенарда қалдырыла. Mesela бөлек банлашмалар өз шirketlері мал-мүлкні олған инсанлар имзалайлар. Чифтлер айырылғанда бұл анлашма бойынша мүлкиет насыл бөлінуджегі көзде тұтыла. Мұсылманларда евленме никах деп адланыла. Оның үшін эки тараф анлашмасы, эки шартларының олмасы ве мехернің олмасы етерлі. Мехер қадынға беріле ве оның мүлкі ола. Исламда ағыздан сөйлеген разылық анлашма деп сайла. Егер ақай бар олса, келін бар олса, ексінде разылығы бар олса, егер шаатлар да бұна шаатлық ете олса, оның сөзлі кечмесі ойында анлашмадыр. ЗАГСта берілген шаадетнемеден ғайры жәмелерде де никахтан сон весиқа беріле. Оның да адлие ақы бар. Киевін ады, доған ері, доған вақты, шаатлар, оларының адлары, соядлары, имзалары, келінің ады, сояды, доған ері весайре, мехир не верілмесі керек весайре, не вақыт içinde қайсы шартлармен вермесі керек, епсі yazıла. Никахны кым кыйған олса, о адамның ады, сояды, имзасы қойыла. Исламда айрылышма алғышланмай, айле bu sevgi ve terbiyenin menbasıdır. Bugünkü күнге Құранда дигерліклерінің жаландыруы инсанлықның құртаруыdır. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Алишер Алимов, Миллет үшін. Милет телеканалында яны бөлгі артырыл жилиха осишыны башлайжақ. Ғайының муэлефу оларақ ижади ве эглендірілжі программаларының муариреті чықты. Леха іштіракчелерде Қырымдатар тілінің бөлгі севесіні тешкірмек мақсадының яратылып, огретіжі ойын тарзында өткерлежек. Тafsilaтлы же мұхбиріміз Фадиме Сейдмамут тариф ете. Лейханың серлевасы біз білеміз. Қайделер бойынша программада 2 тақым іштірак етмелі. Угретіжі ойын 4 басамақтан ибарет. Бірінші басамақта іштіракшілер 1 даққа девамында мониторда тасвир етілген ресімні сөз или аңлатмақ кереклер. Анги тақым чоқ сөз айтса, демек бұл вазифеде о ғалип чықа. Невбетте алы барыжы аңлатқан ернің муэлифіні ве серлевасыны тапмақ керек. Үшінші вазифеде тақым іштіракшілері капитанына доғры жевапны көстеріп бермек кереклер. 4-ші басамақта есе топонимика или суаллер. Вечувалда нелер бар екен вазифе ауышып берілежек. Программаның алыбаржысы Адиле Топчи айтан. Бұл лейханың амелге кечірілмесінде муарирлер, режиссер, сес режиссерлары, видеооператорлары ile толы олған тақым ярдым ете. Сіз лейханың муэллифі оларақ вазифелерден ангесіні да зияде бегенесіңіз. Суалге алы барыжы ичбір шубесіз бойле жевап берді. Ен бегенген бұл 3-ші раунд, оның үшін 2 бал беріле, о НХН мен белесем, чүнки тахым капитаны чыха. Оның құлақларында музыка яңғыра, он бірше ишітме, оның достлары есе, она бірде бір сөзлеріні анатмаға тырышалар. Капитан асылында, юлбашчы асылында башқа сөзлеріні айта, ве тахым іштиракчылары олар эм күлелер, эм бөлем кедерленелер де базы вақытлары, ама бұл мен белесем раундлар арасында эншен раунды. Бұл сефер программада Қырым татар медени тарихи асабалық музейінің хадимлері іштирак еттілер. Оларының рақыплері есе Исмаил Гаспринский адыны ташыған Қырым татар китапханесі олды. Китап север тақымның іштиракчысы Севиле Гафарова айтан, білмемек айып дегіл.
огренмесек айыптыр. Ve oyundan algan tesuratlar hakkında tarif etti. Aslında emosyonel insanlarga bu oyunda pek kıyın ola öz emotsiyalarını tutmak ve kaçırmamak, onların çeşit türlü hareketler etmemek pek kıyın. Ve menimce bu oyun pek yaxşı ve faydalı bizim yaşlarımızga uyken sınıflarda okugan ballar ve studentlerge pek yaxşı bir ders olur. Çünkü onlar öz bilgilerini sınap bakarlar. Meraklı ve ardıgır olsun. Telimizni yaşattırmak için öyle yayınlar çokça olsun. Sevili Gafarova'nın fikirdeşi Milli Hazine takımının iştirakçısı Ayşe Memetova oldu. O ayta bu konkursta mektep talebeleri iştirak etse oyun daha renkli olabilir. Onların iştirakı ise programmanın nevbeteki çıkışlarında beklenir. Muzey siz için akıgı tuğan eviniz oldu mu sualge o düşünmeden elbet dedi. Muzeyimiz Allah'a şükür çok yıllardan beri çalışmakta ve gerçekten de halkımızın milli hazinesini saklay. Resul İbrahimov, İsmail Gasprinski adını taşıgan Kırım Tatar kitaphanede çalışan. Bu programada iştirak edip hoş testuratlar aldı ve kapitan olarak eglendirici vazifeni becergeninden memnun kaldı dey. Elbette bu oyunlar pek faydalı çünkü Kırım Tatarca ötkürülü. Ana tilin, insanlar ana tilin bilmesi pek yaxşı olur. Kapitan oyunda müzik dinlegende pek kıyın edi anlamağa bu kızlarını men komandanın. Çünkü müzik pek güçlü yankılarıydı. Programmanın birinci iştirakçıları Milli Telekanalında çıkan Sabah programmasının muarirleri ve Vatan Sedası radyosunun hadimleri oldu. Böylelikle hürmetli seyirciler, biz bilemiz programmanın birinci çıkışını endi bu bazar günü saat 9:30'da Milli Telekanalında kaçırmanız. Fadime Seyitmamud, Dmitriy Nizavoy, İbrahim Ganiyev, Millet için. Akhyar Medeniyet ve Sanat Merkezinin Akhyar adlı halk xoreografik ansambli Sochi'den laureat diplomu ile kaytı. Anda o Viktor Sheshnev'in mükafatına halk xoreografiyası sahasında milli mükafatının birinci kapalı grantı yarışında iştirak etti. En güzel olmak için Rusya'nın 26 regiondan tahminen 800 konkurs iştirakçısı yarışlaştı. Vatanға kaytkan son oyuncular endi bar kuchnen gelecek festivallerge hazırlanalar. Bizim televizyon takımımız Bahçesaray rayonunun Alma Tarhan köyüne yol aldı ve oyun kolektivinin repetisyasında bulundu. Tamamında Alma Tarhan Mektebi'nin tedbirler salonunda genç oyuncular her hafta hazırlanalar. Akhyar Serlevalı ansambl endi 7 yıldan beri sanada oynay. Kolektiv buyu kamanaman 100 adam muntazam surette repetitsiyalarga katnay. Ansamblının endi bir sıra mükafatları var. Ama bu erişilgen noktada toxtamağa istemey. Halk xoreografiya sahasında grant yarışını fevral 18'inden 20'ne kadar geçti. Akhyar ansamblının reberi Susana Usmanova ayta ki ansambl 2 nominatsiyada çıkışta bulundu. Bu halk oyunu ve altın fond oldu. Kolektiv ısrarlıqnen yanı yarışga hazırlandı. Onların tırışıvları zaya olmadı. Akhyar 3 derece laureat diplomunun sahibi oldu. Biz Sochi şehrine barganımızga pek kuvandık. Gerçekten aytsam, men anda atta kalmağa istedim. Menin ballarım anda iştirak etkeni sebebinden men pek gururlanam demege isteyim. Akhyar çeşit festivallerde konkurslarının daimi iştirakçısı, gastroller ile olar Kırım'nın çoğusu regionlarda oldu. Endi Rusya Federasya'nın kimer subyektlerinde özünü tanışıp yetiştirdi. Ansamblının reberi itiraf etti ki gençler büyük memnunluk ile Bahçesaray rayonunun çeşit köşelerinden her bir repetitsiyaga katnay. Misal olarak Fatime Murtazayeva oyunlar ile yakın 7 yıl okuraşa. Ansamblde onun birinci günlerden oynay. Sochi'deki festivallerden son bir talay müzbet duygularım kaldı deyihiz. Men hocama çoktan çok teşekkürler bildirmege isteyim. O bana çok şeylerini öğretti. Sochi'de esas programmadan gayrı icadi kolektivlerinin iştirakçıları treningler, oyun ve eğlence programalar ve Rusya belli xoreograflardan masterklasslar tavsiye edildi. Ballar aytalar ki böyle festivaller ansambl için müzbet tecrübedir. Kolektivlerinin her bir oyuncusu için oyun bu tek hobi değil, bundan bayağı büyükçe bir şeydir. Gerçekten aytsam biz 3. yerini kazanganımız için men pek kuvanam. Ama men bilesem bu yerde bulunmağa bizim hakkımız var.
куча эмоций. Это была моя Біз первая якынларда поездка. Сочи шеріне бардық. Менің дuyğularым пек ташып арта. Бу менің бірінші кезінтім олды. Ве бу фестиваль менің үшін пек муим. Конечно же, мне бы очень Әлбетте, келечекте бойлековы фестивальлерді чоқча иштирак этмеге пек истейм. Шымдалек исе ахярлар келечек тедбірлерге аздырлық көрелер. Невбеттеки концерт мартның 18-інде ахярда олып кечечек. Мухаммед Зикиряев, Аким Бекиров, Миллет үчүн. Курман районының Боранған көйінде Улу Ватан женкінің бір ветераны Исмаил Қарбаба қалды. Бүгін біздің ижади тақымымыз она мұсафірлікке барды. Исмаил Абжемиловның өмір үкесіні біздің мұхбиріміз Гүлнара Каримова өгренді. Якын вақытта Улы Ватан жеңкте ғалибе қазанғанымызға 72 ел олacak. Исмаил Абжемилов майыстың 10-ында 99 yaşını толдырacak. О жеңкте иштирак еткен, ватан үшін чоқ жебелерде көрешкен. О чоқ яралар қазанған. Шымды оларақта тек яра izleri hatırlatam. İki yerde. İkisi bir göreden. Bu da peş, bu da peş. Bu nasıl skvaznoy mıra. Orada mına çık gitti. Mıra. İki de mına, 4 tane. Anasal siglet buldum. Belgrad'da buldum. Biz İsmail Bey'nin kızı Fatma Hanım ile de konuştuk. O babasının hatırları ile paylaştım. Они вообще, он семью. O karantasını tek 56 sene taptı. Olar uzak yaşamagan ama o kadar vakit karantasını tapıp olamаған. Babamның soyu tesadüfen karantasını tapkan. Şimdi İsmail Abjemilov'da 8 torun ve 7'den torundan torun var. Ve bu haqiqiy baktır de İsmail Karbaba. Biz ise öz nevbetimizde İsmail Abjemilov'a ileride de hayatsever ve tendürist insan olarak kalmakını tileymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhallahu ehad, Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Gulnara Karimova, Ömer Mustafaev, Millet üçün. Бүгін барының бірінші күні бұлға халқы Баба Марта деген байрамының қайт етелер. Бұл бұлғақларының ең қадими байрамлардан бірі сайла. Бұл күні адамлар бір-біріне мартеницы, яғни бейяз ве қырмызы еплерден япылған білезліклеріні бағышлайлар. Олар келечек сенінге күч-күвейт ве барышықны әдие еткен тімсалдыр. Бұндан ғайры байрамның esas ань-анесі пүчінден япылған қорлықларны атеште яқмақтыр. Адетке көре бұл атештен үч кере кешкен инсан часлы олажақтыр. Мартның 3-інде Девлет Миллетлер-ара комитетінің әділетжелері Судақ шер меморетінде әділеви консультация кечірілежек. Епісі істеклелер Судақ шері Ленина 85 адресі бойынша мұраджат ете білелер. Малюмат үшін телефон 380-78-0. Шымдылік болған малюматларымыз әді біздің телевизион тақымларымыз яны малюматлар өзірінде çalışмақталар. Невбеттеке янларымызны қачырманыз, эфирде көрішмек үзіре сағылықмен қалыңыз.